Құнанбаевтың екінші қара сөзі. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе, күлуші еді. Енең дұрайын, кең қолдық, шүлдіреген тәжік. Арқадан үй төбесіне саламын деп, қамыс артқан, бұтадан қорыққан. Көз көргенде әке өке десіп, шығып кетсе қызым боқтасқан. Сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше ноқай десеңші. Түкке ыңғайы келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, башальшік ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасыр, бас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген, не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім. Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі ант тұрған. Жаман келеді екен деп. Ең тәуір халық біз екенбіз деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ. Шығармаған жемісі жоқ. Саудагерінің жүрмеген жері жоқ. Қылмаған шеберлігі жоқ. Өзімен әуізі әуре болып, біріменен бірі ешбір шаһары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда, қазақтың өлісінің ахиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малыңды кірелеп сол айдап келіп тұрды ғой. Орысқа қараған соң да, орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды. Қазаға да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып, мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсем де соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды, сәнің шақшы аяғың білән пішіратырға қойған идан түгіл, шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып, қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөзде жоқ. Біз құлы, күңі құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?